Мен Шымкентте дүркіреп тұрған тойхана иесі Қайрат. Тынымсыз еңбектің арқасында осы дәрежеге жетті. Басында бәрі керемет болатын. Той үзілмей, қалтада ақша толы, халық кредит алып болсын, тойхананы жабатын еді. Бірақ осы төңіректегі ауыл жастары тойханадан қалған арақтарды ішетін шығартты. Тойхананың қасындағы көршілеріміз нанға ақша таппай қиналып жатқанда, біздің тойханада ысырапкершілік, ішу, жеу, мақтаншылық. Тойдың зияны біздің ауылға конкретно тиді ғой. Біздің салтымызға мүлдем келмейтін ойындар. Тойға келген бір көкем айтады, үйге пригласительный келсе, ішін ашып көруге қорқам дейді, қара қағаз келгендей. Осыдан бір шешім шығару керек болды. Білесіздер ме, мен не істедім? 3 айда дүркіреп тұрған тойхананы жауып, Мақсат спорт клубын аштық. Мен сәл қателесіппін. Тойхана емес, спорт зал соғу керек еді. Мен қателігімді сіздер қайталамаңыздаршы. Қанша мықты, сен тұр, мен атайын мықты жігіттерден айырылып қалдық қоя. Ішіп, шеттерінен жоқ болып кетті.